Баршаңызға қайырлы күн, достар. Бүгін сіздермен бірге жаппасай дайындаймыз. Қызып тұрған қазанымыздың үстіне сұйық май құямыз. Жуанның чесногымызды жақсылап тұрып қуырып аламыз. Енді етті қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Етімізді ең баяу отқа қойып пісіреміз. Бұрыш қосамыз. Және тұз қосамыз. Етіміз пісуге жақындағанда картоп пен сәбізімізді қосамыз. Тұз бен бұрышын саламыз. Бірақ араластырмаймыз. Енді қамырымызды дайындаймыз. Жұмыртқамыздың үстіне тұз қосып, жақсылап араластырамыз. Енді су қосамыз. ұн салып, жақсылап қамыр илейміз. Дайын болған қамырымызды 5-10 минутқа тындырып қоямыз. Қамырымызды жаямыз. Үстіне сұйық май құйып шығамыз. Қолымызбен жақсылап тұрып майлап шығамыз. Енді ұзынша етіп кесіп шығып, бірінің үстіне бірін қойып, кішкентай бөліктерге бөліп шығамыз. Егер де етіміздің суы тартылып қалса, онда етіміз батқанша су құйып қоямыз. Өз қалауыңызша тәтті бұрыш пен қызанақты қосуыңызға болады. Дайын болған бөліктерімізді картоптың үстіне біртіндеп қойып, бүткіл қазанда жауып шығамыз. Ең баяу отта 30 немесе 40 минуттай пісіреміз. Алдымен нанын түсіріп аламыз. Нанымызды бір-бірлеп ажыратып аламыз. Нанымызды ыдысымыздың айналасына орналастырып шығамыз. Ортасына етімізді саламыз. Үстіне көкжуас себеміз. Нанымыздың үстіне еттің соғын құйып шығамыз. Баршаңызға ас болсын, сіздермен бірге болған Жансая. Маған тіркелуді ұмытпаймыз.